Тилеу керек. Барға тәуба, жоққа сабыр, ауырға төзім. Бұл қазақтың өмірлік қағидасы. Барға тәуба. Қолдағы барымызға шүкір айтып, жоқшылықты ұмытпай, Алланың бергеніне ризашылық ету адамның үлкен қасиеті. Жоққа сабыр. Қиындық келгенде мойымай, үмітті жоғалтпай, сабыр сақтай білу нағыз мықтылық. Ауырға төзім. Өмірдің сынақтарына қарсы тұрып, қайсарлық таныту адамды шындайтын үлкен тәрбие. Жақсылыққа алғыс. Жақсылық жасаған жанға ризашылық білдіру адамгершіліктің асыл белгісі. Болашаққа сенім. Арман құрып, білім алып, ертеңгі күнге сеніммен қарау жастардың басты жолы. Жетістікке шүкір. Жеңіске жеткенде еңбектің нәтижесін бағалап, шүкіршілік ету үлкен өнеге. Өткенге салауат. Бабалар ерлігін ұмытпай, олардың рухына құрмет көрсету ұрпақтың қасиетті парызы. Қалғанға береке. Еңбек етіп жердің ырысын бағалау берекелі өмірдің негізі. Басқа амандық. Ел тыныш, жұрт аман болса, сол ең үлкен бақыт. Денге, саулық. Денсаулықты күтіп, шынығып, салауатты өмір салтын сақтау әр адамның борышы. Достар, қазақтың тағылымы, мол тәлім тәрбиесіне не жетеді дейсіз? Ендеше бабалар салған сара жолмен жүріп, ұлт даналығын ұрпақтан ұрпаққа жеткізейік.